Тазша баланың ақылы. Ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Олардың 3 баласы, 5 ешкісі бар екен. Бір күні үлкен баласы басқа жерде кәсіп қылуды талап етіп, өзіне тиген ешкісін сойып алып, етінен кемпір мен шалға бір түйір де берместен арқалап кете барыпты. Келе жатып бір өнерші байдың үйіне кезігіпті. Осы байға өнер үйренуге жалданыпты. Өнерші бай өте жауыз адам екен. Жалданған жігітті пайдаланып, ақысын төлейтін мезгілде алдап, сандыққа салып, аузын бекітіп тастайды екен. Шал мен кемпірдің үйінде қалған ортаншы баласы да өнер үйренбек болып, ағасының кеткен жолымен өнерші байға келіпті. Бай ақысын төлейтін кезде оны да сандыққа сағып, тығып тастайды. Үшінші ұлы тазша бала да ағаларындай өзіне тиген ешкіні сойып алып, жарты етін әке-шешесіне беріп, олардан рұқсат алып жүріп кетеді. Келе жатып бір қора қойға кезігеді. Қойды бір шал бағып жүр екен. Тазша бала қойшыдан: "Бұл кімнің қойы?" деп сұрайды. "Бұл өнерші байдың отары", деп қойшы жауап береді. "Қарағым, қайда барасың?" деп сөзін жалғастырады. "Өнер үйренуге барамын", деп жауап береді тазша бала. Сонда шал тұрып: "Балам, өнерші бай өте зұлым адам, одан аулақ жүр. Оның құс болып ұшып, аң болып жорталатын қасиеті бар", деп ақылын айтты. Тазша шалдың айтқаны рас-ау деп ойлайды. Қайтсе де сол зұлым байды көріп кеткісі келеді. Ол байдың үйіне келіп қонады. Ертеңіне жүрейін деп жатқан кезінде өнерші бай: "Жігітім, қайда барасың?" деп сұрайды. "Мен баласы жоққа еншілес бала бола аламын", деп жауап береді тазша бала. Сонда бай: "Олай болса, сен қал, маған бала бол. Мен жолаушылап кетіп барамын. Мен кеткен соң ақ құнан қойды сой, той жаса. Асық жілігін етімен өзің жерсің", дейді де өзі жолаушылап кетеді. Тазша бала: "Қош әке, жолыңыз болсын", деп үйде қалады. Өнерші байдың сұлу қызы бар екен. Тазшаны ұнатып қалған қыз: "Аға, сен асық жілікті өзің жемей, керегенің басына іліп қой, сонда бір-ақ тазы келіп жілікке ұмтылар. Сен балтаны алып тазыны өлтір", дейді. Мұнан соң тазша бала ақ құнан қойды сойып той қылады. Көршілерін шақырып, асық жілігін өзі жемей, қыздың айтқанын орындап, кереге басына іліп қояды. Айтқанындай-ақ ақ тазы келіп жілікке ұмтылыпты. Тазша тазыға қарай балтаны жіберіп қалыпты. Бірақ балтасы оған тимей, ит құтылып кетіпті. Өнерші бай үйіне оралады. Тазша баланы көріп ашуланады. "Енді бұл итті аштан өлтірейін", деп ойлайды. Тазшаны да ағаларындай алдап, сандыққа салып, аузын мықтап бекітіп тастайды. Байдың қызы әкесі жоқта сандықтың түбін тесіп, тазша балаға тамақ әкеліп береді. Осылай оны күн сайын тойындырып тұрады. Ал тазша сандықта жатып байдың сиқырларын, өнерін үйрене береді. Бірнеше күн өткен соң тазшаның әкесі балаларын іздеп шығады. Жол-жөнекей кездескен ауылдардың бәрін аралайды. Бір күні өнерші байдың үйіне келіп: "Менің өнер үйренуге кеткен 3 ұлым бар еді. Соларды көрмедіңіз бе?" деп сұрайды. "Жоқ, көргенім жоқ", деп жауап береді өнерші бай. Өнерші бай мен әкесінің сөзін естіген тазша: "Әке, мен мұндамын", деп сандықтың ішінен айқайлайды. Әкесі баласын даусынан танып, байдың ішкі бөлмесіне кіреді. Төр жақта тізіліп тұрған 3 сандықты көреді. Байдың айтқан сылтауларына көнбей, сандықтарды ашады.
үш сандықтан үш уыз шығады. Оларды ілестіріп үйіне қайтады. Тазша жол-жөнекей әкесіне Өнершібай мен оның қызымен қалай танысып, сиқыр өнерін қалай үйренгендігі жөнінде ағалары мен өзінің сол қыздың көмегімен қалай тірі қалғандығы туралы әңгімелеп береді. Үйіне оралған соң тазша бала: «Әке, мен бірталай өнер үйрендім. Біз енді жауыз Өнершібайды сабасына келтіріп, алдап соғуымыз керек. Ол күнде таңертең базарға барып, арзан бағамен жақсы мал сатып алады. Мен бір қара құнан қой болайын. Мойныма жіп тағып, жетектеп сол базарға апарыңыз. Бірақ мені тек Өнершібайға сатыңыз да жіпті алып қайтыңыз» дейді. Әкесі келіседі. Баласы айтқандай қара құнан қойға айналады. Әкесі қойдың мойнына жіп тағып базарға апарады. Оны Өнершібайға сатып, жіпті алып үйіне қайтады. Ертеңіне баласы өз қалпына түсіп үйіне қашып келеді. Келесі жолы ол: «Әке, енді мен жорға ат болайын. Мені базарға апарып, сол Өнершібайға сатыңыз. Бірақ шылбырды алып қалыңыз» дейді. Баласы ат болады. Әкесі базарға апарып, сол баяғы байға сатады. Шылбырын алып үйіне қайтады. Ертеңіне тазша бала өз қалпына түсіп үйіне келеді де әкесіне: «Әке, бұл жолы бір жез бұйдалы нартайлақ болайын. Сіз мені базарға апарып сатыңыз да бұйдамды алып қалыңыз. Сосын үйге қайта беріңіз» дейді. Тазша енді тайлақ болады. Әкесі тайлақты сатайын деп базарға жетектеп келе жатса, алдынан баяғы Өнершібай шығады. Ол тазшаның айласын біліп: «Маған мынау тайлағыңды сат» дейді. Тазшаның сөзі әкесінің есінен шығып кетеді. Өнершібай тайлақты бұйдасымен бірге 100 дылдаға сатып алады. Үйіне жетектеп келеді де қызын шақырып алып: «Мынау тайлақты ұстай тұр» дейді. Өзі үйден пышақ алып шығып, тайлақты бауыздамақшы болады. Қыз әкесінің жаман ниетін біліп, үйден пышақ алып шыққан екен. Әкесі үйге кеткенде тайлақтың бұйдасын пышақпен қиып жіберіп, босатып қоя береді. Өнершібай сыртқа шығып үйіне қарай қашып бара жатқанда тайлақты көреді де артынан қуады. Тазша сонда түлкіге айналып қашады. Өнершібай тазы болып қуады. Енді жете берген кезде тазша түлкіден үйрекке айналып ұшады. Бай қаршыға болып қуады. Бірақ біраздан соң тазша бала торғай болып қашады. Бай қырғи болып соңына түседі. Содан соң тазша торғай кейпіне ауысып шарбаққа қонады. Бай қырғи болып келіп таяна бергенде тазша шүберекке айналып жерге түседі. Өнершібай кісі болып шүберекті қолына ала бергенде тазша тары болып шашылады. Бай тауық болып шұқиын деп, енді тауық болып шұқи бергенде тазша адам кейпіне оралып, тауық болып жүрген Өнершібайдың желкесінен ұстай алады да, басын төмен қаратып ұстап тұрып іштей дұға оқиды да, оның бойындағы бар сиқырын жойып жібереді. Осылай тазша зұлымдықты жеңіп, өзіне көп көмек берген Өнершібайдың қызын алып мұратына жетеді. Құрметті оқырмандар, келесі қызықты ертегіні жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қолдау білдіріңіздер.